Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан, және де бүгін фото шақыруды қалай тегін жасауға болатынын көрсететін боламын. Сіздерге бар болғаны екі-ақ приложение керек, ол біріншісі фонты, екінші Pinterest. Ең алдымен Pinterestқа кіреміз да, осы жерден поисктан іздейміз. Мысалы, детский фон деп іздесек болады, детский фон десек. Міне мына жерде әртүрлі варианттар шығады. Или для пригласительного деп іздесеңіз болады. Детский фонд для пригласительных. Так, қарап шығасыздар, естіп, өздеріңізге қайсысы ұнайды, соны сақтап аласыздар. Мысалы, маған мынау ұнап тұр. Качествосы не очень екен. Мына фонда жақсы. Астында тұрған үш батырманы басасыздар. 3 точка тұр ғой, соны скачать изображение дейсіздер. Енді галерея кіріп, бағана суретімізді қарап аламыз. Одан кейін фото приложениесіне кіріп, камера тұрғанды басып, фото альбомс дегенді басамыз да, бағанағы суретімізді таңдап аламыз. Енді жерге жаза берсеңіздер болады. Мысалы, аян қырқынан шығару. Осы жерде түсін таңдап аласыздар. Кішкене обводқа қосып, үлкейтіп ортаға қоя саласыздар. Шрифтті қайдан алуға болады, оны қалай қолданасыздар, оны осы каналдағы видеодан көріп таба аласыздар. Ссылкасын тастап кетемін. Аян қырқынан шығару. Текст деп, мына жерге қалған тексттеріңізді жаза бересіздер. Мысалы, құрметті қонақтар. Құрметті қонақтар, біздің мекен жайымыз деген сияқты. Мына жерге басқа шрифт таңдаса болады. Мысалы, басқа түс таңдасақ болады. Мысалы, бұл жерге сары түс үйлеседі. Құрметті қонақтар. Үсті орындарын ауыстыруға болады. Құрметті қонақтар. Астына біздің немереміз, немесе ұлымыз Аянның қырқынан шығаруға арналған ақ дастарханымызға қадірлі қонағы болуыңызға шақырамыз деген сияқты жазсаңыздар болады. Болатын уақыты, күні естіп жазасыздар да. Астында тұрған стрелканы басып, сохранить дейсіздер. Сонымен сіздердің шақыруларыңыз дайын. Тіпті сіздер басқа адамдарға жасап беріп, естіп заказ алсаңыздар болады. Шақыру билеттің құны 1000 теңгеден бастап 3000-ға дейін. Естіп, видео отырып бизнес жасасаңыздар болады.